Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біздің бүгін сабағымыздың тақырыбы бөлшек сызықтық функция. Сабағымыздың оқу мақсаты бөлшек сызықтық функцияның қасиеттерін анықтау және оның графигін салу. ax плюс v бөлінген cx плюс d өрнегін k бөлінген x плюс m түрге келтіруге болатын дәлелдейік. Дәлелдеуі: ax плюс v бөлінген cx плюс d тең бөлшек a көбейтілген жақшаның ішінде x плюс d бөлінген c минус d бөлінген c плюс v. Бөлшектің бөлімі c көбейтілген x қосылған d-ның c-ға қатынасы тең бөлшек алымында a көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған d-ның c-ға қатынасы қосу жақшаның ішінде v алу a d-ның c-ға қатынасы бөлімінде c көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған d бөлінген c тең. Бөлшектің негізгі қасиетін қолдана отырып, бұл бөлшекті екі бөлшектің қосындысы түрінде өрнектеуге болады. Тең бөлшек алымында a көбейтілген жақшаның ішінде x қосылған d бөлінген c бөлімінде c көбейтілген x қосылған d бөлінген c плюс бөлшек v алынған a d-ның c-ға қатынасы бөлімінде c көбейтілген жақшаның ішіне x қосылған d-ның c-ға қатынасы алынған тең a бөлінген c плюс бөлшек алымында vc алу a d-ның c-ның квадратына қатынасы бөлшектің бөлімі x қосу d-ның c-ға қатынасы түрінде дәлелдеуге болады. vc алу a d бөлінген c квадрат өрнегін k түрінде, d-ның c-ға қатынасын n түрінде, a-ның c-ға қатынасын m түрінде белгілеулерін енгізсек, онда k бөлінген x плюс n плюс m түрінде өрнектеуге болады. Бұл түрлендіру y тең ax плюс v бөлінген cx плюс d, c тең емес 0, a d тең емес vc бөлшек рационал функциясының графигі гипербола беретінін көрсетеді. Ол y тең k бөлінген x гиперболасынан ox осі бойымен n бірлікке, oy осі бойымен m бірлікке параллель көшіру арқылы алынады. Параллель көшірудің бағыты n және m таңбаларына байланысты болады. y тең ax плюс v бөлінген cx плюс d түріндегі формуладан функцияның вертикаль асимптотасын табуға болады. x тең минус d бөлінген c түрінде өрнектеледі. Және де оның горизонталь асимптотасын табуға болады. y тең a бөлінген c түрінде өрнектеледі. Бірінші суретте a бөлінген c, y бұл горизонталь асимптота. Ал минус d бөлінген c бұл вертикаль асимптота. Екінші суретте a бөлінген c бұл вертикаль асимптота, ал минус d бөлінген c бұл горизонталь асимптота. y тең x қосылған 2,4 түріндегі функцияның графигін салу үшін y тең 2 бөлінген x түріндегі функцияның графигін ox осі бойымен солға 2,4 бірлікке жылжытып функцияның графигін саламыз. y тең 2 бөлінген x минус 2,157 түріндегі функцияның графигін салу үшін y тең 2 бөлінген x түріндегі функцияның графигін ox осі бойымен оңға 2,157 бірлікке жылжытып функцияның графигін саламыз. y тең 2 бөлінген x плюс 1,136 түрінде берілген функцияның графигін салу үшін y тең 2 бөлінген x функциясының графигін oy осі бойымен жоғарыға 1,136 бірлікке жылжыту арқылы графигін саламыз. y тең 2 бөлінген x минус 3 түрінде берілген функцияның графигін салу үшін y тең 2 бөлінген x функциясының графигін oy осімен 3 бірлікке төмен жылжыту арқылы функцияның графигін саламыз.
y тең 2 бөлінген x минус 4 плюс 2 түрінде функцияның графигін салу үшін y тең 2 бөлінген x түріндегі функцияның графигін алып, x өсі бойымен 4 бірлік 10-ға жылжимыз, 2 бірлік y өсімен жоғары жылжимыз. Сөйтіп берілген функцияның графигін саламыз. Оқушылар, енді сабағымыздың соңында қорытындылап жүрейік. Y тең f(x плюс a плюс v түрінде функция берілсе, бұл функциясының графигі y тең f(x) функциясының графигін егер a 0-ден үлкен болса, ox өсімен a бірлікке солға, егер a 0-ден кіші болса, a бірлікке оңға жылжитынын байқадық. Егер v 0-ден үлкен болса, график y өсімен v бірлікке жоғары, егер v 0-ден кіші болса, график y өсімен v бірлікке төмен жылжитынын байқадық. Осымен сабағымыз аяқталды, балдар. Қош, сау болыңдар.